Сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа да мағынада қолданыла береді. Сөздердің бір және бірнеше мағыналары болады. Бірнеше лексикалық мағынасы бар сөздерді көп мағыналы сөздер дейді. Көп мағыналы сөздер бір сөз табына қатысты болады. Мысалы, қанат алғашында құстар мен шыбын-шіркейлердің ұшып қонатын дене мүшесін білдірген. Онан кейін балықтың жүзу мүшесін, киіз үйдің керегелерін, 6 қанат ағорда, арба шананың үстін кеңейту үшін салынған ағашты, қанаты жоқ шанаға шөп аз сияды, ұшақтың қанаты және белгілі бір нәрсенің орналасқан шебі, ұйымның бір бөлігі, екі жағы, футбол алаңының оң жақ, сол жақ қанаттары, сенімділік, тағы басқа мағыналарын білдіріп, көп мағыналы сөзге айналады. Мысалы, жас отан жастар қанатының бірінші съезінде сөйлеген сөзі әлі есімде. Тәуелсіздік қаламыма қанат бітірді. Аққулар, аққулар, мамырлап қанат қақтыңдар. Ол 6 қанат үй тіккізді. Көп мағыналы сөздер көркем шығармаларда жиі қолданылады. Өздерінің шығармаларында ақын жазушылар кейбір сөзді 2 не 3 мағынасында қатар алып жұмсай береді. Мысалы, ашиды жаның, қайнайды қаның, мінездерін көргенде. Көп мағыналы сөздер бір сөз табына қатысты болады. Көп мағыналы сөздер мен амонимдерді шатастыруға болмайды. Көп мағыналы сөздердің әр мағынасы бір-біріне жақын, бір-бірімен байланысты болса, амоним сөздердің мағыналары бір-бірімен байланысты емес, мағыналары бүтіндей бөлек болады. Амонимдер грек сөзінен шыққан, шығуы жағынан да, мағына жағынан да, басқа-басқа тек айтылуы ғана бірдей сөздер. Қазақ тілінде ат деген түрде бір-біріне байланысы жоқ 2-3 түрлі сөз бар. Ат, жұмыс көлігі, ат, есім, атау, ат, етістік, бюрokraй. Бұлар жеке-жеке 3 сөз. Бұл сөздердің арасында өзара мағыналық ешбір байланыс жоқ. Тек айтылулары ғана бірдей. Осы сөздердің әрқайсысы өз алдына көп мағыналы сөз. Мысалы, ат, жалпы, көлік, тағы басқа мағыналары бар. Мұнда тек дыбыстық үндестік, яғни гармонизм ғана емес, мағыналық байланыс бар. Ал алғашқы келтірілген ат деген 3 сөзде дыбыстық бірлестік қана бар, мағыналық байланыс жоқ.